Сәлем оқушылар, біздің бүгінгі видеосабағымызға қош келдіңіздер. Бұл біздің 20-шы аптаның видеосабағы, яғни ең соңғы топ 10 есептеріміз деп айтсақ та болады. Бұл бөлім бізде атом ядросының физикасы деп аталады. Ендеше бастайық. Бірінші істегіміз, сутегі атомындағы электрон үшінші стационар орбитадан екінші орбитаға өтті. Осы кезде сутегі толқын ұзындығы 6,62 көбейтілген 10⁻7 метр болатын қызыл түсті спектр шығарады. Сутегі атомындағы энергияның түрленуі қандай дейді. Енді бұл жерде бізде үшінші стационар күй, екінші стационар күй деген секілді бұл не нәрсе десеңіз, мысалы айталық, мына жерде бізде ядро бар делік. Және де атомда стационар күйлер деген болады, яғни оның айналасында айналып жүретін былайша айтқанда линиялар немесе шеңбер деп айтсақ та болады. Енді айталық, бізде үшінші стационар күйден екінші стационар күйге өтті дегенді, оны біз былай елестете аламыз. Мысалы айталық, мынау бірінші стационар күй, екінші стационар күй, мынау үшінші стационар күй болсын. Яғни орбиталар деп айтсақ та болады. Енді біздің электронымыз басында мына үшінші орбитада тұрды деп айталық. Бірінші, екінші, үшінші деп белгілеп қояйық. Енді ол үшінші орбитада тұрады да екінші орбитаға қарай өтеді. Және де ол электрон жаңағы орбитадан орбитаға өткен кезде ол міндетті түрде не болмаса энергия жұтады, не болмаса оны шығарады. Енді ол қай кезде шығарады, қай кезде жұтады десек, ол егерде үлкен орбитадан, яғни сыртқы орбитадан ішке қарай жылжитын болса, яғни екіншіге немесе біріншіге жылжитын болса, онда ол энергия шығарады. Ал егерде ол керісінше кішкентай орбитадан, яғни бірінші ішкі орбиталардан сыртқы орбиталарға шығатын болса, бірінші екіншіден үшке ауысатын болса, былай ауысатын болса, немесе былай ауысатын болса, онда ол энергияны керісінше не істейді, жұтады деген сөз. Енді біз бұны әдемілеп жазайық. Так. Егер де ол ішке қарай енетін болса, онда ол энергия шығарады. Ал егер де ол керісінше іштен қарай, сыртқа қарай қозғалатын болса, онда ол энергияны жұтады. Энергия жұтады. Енді есебімізді шығарайық. Сутек атомындағы үшіншіден екінші орбитаға өтті. Осы кездегі ол қандай толқын ұзындығын шығарды дейді. 6,62 көбейтілген 10⁻7 дәрежесі метр болатын қызыл түсті спектр шығарды. Яғни шығарды деп тұрамыз, ол энергия шығарып жатыр, өйткені 3-тен 2 өтіп жатыр. Сутегі атомындағы энергияның түрленуі. Бұл жердегі энергияны, яғни ол энергияны табу үшін дельта L ғой, былайша айтқанда шығарып жатқан энергиянікі, оның толқын ұзындығы 6,62 көбейтілген 10⁻7 дәрежесі. Осы кезде біз H бөлінген лямбда деген өзіміздің білетін формуланы қолданамыз. Яғни 6-62 көбейтілген 10⁻34 дәрежесін 3 көбейтілген 8 дәрежесіне көбейтіп, оны толқын ұзындығы 6,62 көбейтілген 10⁻7 дәрежесіне бөлеміз. Осы кезде бізде мыналар қысқарады. Сәйкесінше бізде жауабы 3 көбейтілген 10⁻19 дәрежесі джоуль деген жауап шығады. Яғни ол осыншама энергияны шығарды. Ол бізде джоуль энергия шығарды, яғни А жауабына сәйкес келеді екен. Келесі есебіміз. Радиоактивті өңірде қандай сәулелену жүріп жатқанын анықтау үшін Аманжан қарапайым құрылғыны қолдан жасауды ұйғарды. Тәжірибе нәтижесі экранның тек екі бөлігі боялғанын көрсетті. Яғни екінші бөлігі боялғанын көрсетті. Демек өңірде қандай сәулелену жүріп жатыр. Яғни Аманжан деген бала бізде сәулелену жасайды. Оның қандай сәулелену болып жатқанын түсіну үшін ол не істеді? Осындай қорғасын қабықшаның ішіне жаңағы сәулені енгізді. Сәулені енгізген кезде не дейді? Тәжірибе нәтижесінде екінші бөлік қана, мына бөлік қана боялды дейді. Яғни ол қандай жарықтың жаңағы сәулелену жүріп жатыр деген сөз. Жалпы сәулеленудің біз білетін үш түрі бар. Ол альфа сәулелену, альфа, бета, және де үшіншісі гамма. Гамма сәулелену ол ауытқымайды. Ол тіке жүреді. Бета мен альфа сәулелену олар ауытқиды. Себебі олар зарядталған бөлшектер. Ауытқиды. Неге? Себебі олар зарядталған
бөлшектер. Ал гамма сәулелену ол бізде нейтрал бөлшек. Нейтрал бөлшек және де магнит өрісінде ауытқымайды. Сол себепті де ауытқымайды. Яғни бізде ол мына жақтан жарықты кіргізген кезде егер де ол бірінші бөлікке я болмаса екінші бөлікке ауытқитын болса, онда альфа және бета сәулелері болатын еді. Өйткені олар ауытқып жатыр, яғни оларда заряд бар. Заряд болғаннан кейін олар плюс-минус болып жаңағы бір-бірінің ауытқып кетеді деген сөз. Ал енді ол бізде не дейді? Ол екінші бөлікте көрініп жатыр, яғни біздің сәулеміз былайынан түзу кетіп жатыр. Онда ол бізде гамма сәулелену дегенді білдіреді. Онда бізде тек гамма деген Б жауабы ғана болады екен. Келесі, үшінші. Суретте келтірілген өтулердің ішіндегі минимал жиілікті сәуле шығаратын жағы бұл бізде бағанағы стационар күйіміз дегеніміз осыны білдіреді. Яғни денеміз не істеп жатыр? Үлкен стационар күйден, яғни мұны былай бастады. 1, 2, 3, 4 болады. Және де ол төртінші стационар күйден, үшіншіден, екіншіден не істеп жатыр? Бірінші стационар күйге қарай ұмтылып жатыр. Яғни бұл жерде бізде энергия шығарылып жатыр деген сөз. Енді энергия шығару бізде формуласы H ню, шығару немесе жұту деген секілді. Енді айтады, минимал жиілік болу үшін, минимал жиілік дегеніміз жиілігі минимал болу үшін бізде H деген тұрақты шама, значит бізде энергия шығаруы минималды болу керек. Бұл не деген сөз? Яғни мысал айталық. Ол бірінші, яғни бірінші нені қарастырайық сәулені. Егер ол төртінші орбитадан мынау бірінші орбитаға келетін болса, ол көбірек энергия шығарады, сәйкесінше. Енді ол үшінші орбитадан бірінші орбитаға өтсе, ол мынаған қарағанда азырақ энергия шығарады. Ал ол екіден бірге ғана өтетін болса, ол тіпті аз энергия шығарады деген сөз. Яғни қарап отырсақ, бізде мына жақ пен мына жақтар үлкен болып тұр, ал мынау ең аз болып тұр. Яғни үшіншісінде бізде ең аз энергия шығарып жатыр. Ең аз энергия. Яғни ең аз энергия болатын болса, онда оның минимал жиілігі де минимал болады деген сөз. Яғни ол бізде А жауабына сәйкес келеді. Егер де бізде максимал жиілікке қайсы сәйкес келеді десеңіздер, онда ол бізде керісінше, ол бізде бірінші денеге сәйкес келеді. Енді дәл осы есеп тек толқын ұзындығымен болуы мүмкін. Толқын ұзындығы минимал немесе максимал болатын нені жаңағы суретті көрсетіңіз десе, онда біз қазір көрсем қалай болатын? Толқын ұзындығы деп жазайық. Толқын ұзындығы. Енді айталық мысалы, бізде энергиямыз ол егер де жиілікке тәуелді болса, ол H ню болады, егер де ол толқын ұзындығына тәуелді болса, лямбда болады. Енді толқын ұзындығы минимал болатын энергияны тап десе, толқын ұзындығы минимал болу үшін қараймыз. Толқын ұзындығы минимал болу үшін біз толқын ұзындықты табатын болсақ, H-ці бөлінген энергия, яғни ол энергияға кері пропорционал. Мынау минимум болу үшін біздің энергиямыз қандай болу керек? Максимум болу керек. Яғни максимум болса, мына жерден аз шама шығады. Яғни біз көбірек санға бөлеміз, сәйкесінше толқын ұзындығымыз минималды болады. Енді энергия максималды болған кезде біздің керісінше толқын ұзындығымыз минималды болады екен. Ал егер де біздің толқын ұзындығымыз максимал болатын суретті көрсетсе, онда біздің энергиямыз керісінше минимал болу керек. Яғни бізде ең аз энергиямыз ол максимал толқын ұзындығына сәйкес келеді. Ол бізде үшіншісі, яғни бұл жерде бізде энергиямыз өте аз, значит бізде толқын ұзындығымыз максимал болады деген сөз. Келесі, төртінші есепке көшейік. Реакциядағы белгісіз бөлшекті анықтаңыз. Енді бұл бізде химияға кішкене ұқсас болуы мүмкін, бұны біз білмейміз ғой, біз физикпіз ғой деп ойлауларыңыз мүмкін, бірақ негізінде бәрі өте оңай. Енді бұл жерде біз мына нәрсені білуіміз керек, мынау бізде массалық сан. Яғни элементтің үстіңгі жағында тұрған коэффициент ол бізде массалық сан болады. Массалық сан. Ал астында тұрған коэффициент ол бізде заряд саны. Заряд саны. Енді мына жерде бізге айтып тұр. Егер де осындай реакция жүретін болса, одан шығатын мына жерде бір элемент бар, және де екінші элемент бар. Ол екінші элементті біз білмейміз. Енді сол екінші элементті біз яғни оның коэффициенттерін табу арқылы ол элементтің қандай неге сәйкес келетін, қандай вариантқа сәйкес келетін таба аламыз.
Енді қайталық. Мына жерде X деген элементіміз бар, оның массалық санын А және де заряд санын Б деп аламыз. Енді бұл жерде бізде кәдімгі теңдеу секілді. Яғни мына жерде теңдеудің бірінші жағындағы массалық сандардың қосындысы теңдеудің екінші жағындағы массалық сандардың қосындысына тең болу керек. Яғни 14-тің 1-ге қосындысы тең болу керек мына екінші жақтағы 14-тің А-ға қосындысына. Сонда бізде А-ның мәні 1-ге тең болады. Яғни белгісіз элементтің массалық мәні 1-ге тең деген сөз. Келесі, астыда да солай. Яғни заряд саны мына өрнектің бергі жағындағы, яғни сол жағындағы заряд шамасының қосындысы, ол 7 қосылған 0 тең болу керек екінші жақтағы заряд шамасының қосындысына. Сонда бізде В-ның мәні де 1-ге тең болады. Яғни оның заряды да 1. Яғни қандай элементтің заряды да 1-ге тең, массалық саны да 1-ге тең, ол бізде протон. Протондікі сондайға тең. Яғни ол бізде протон деген элемент. Протондікі 1-де-1 болады. Немесе ол сутек болуы мүмкін, ол 1-де-1 тошы. Яғни осы екеуінің біреуі болуы мүмкін, бірақ бізде сутек деген вариант жоқ, значит бізде протон болады. Енді бұл жерде біз электрондікі қандай болуы мүмкін? Электрондікі қандай болуы мүмкін? Біз тоже білуіміз керек, өйткені кейде біз электронның мәні шығатын болса, қайсы оның электрон, қайсы оның протон екенін білуіміз керек. Электрон болған кезде ол бізде оның заряды -1-ға тең, 1-ге тең, массалық саны 0-ге тең болады. Яғни егерде бізде -1 мен 0 шығатын болса, онда ол элемент бізде электрон дегенді білдіреді. Немесе беттаның минус дәрежесі деп алсақ та болады. Келесі, нейтрон. Нейтрон ол бізде өзі айтып тұрғанда нейтрал, яғни оның заряды 0-ге тең, массалық мәні 1-ге тең болады, массалық саны. Одан кейін бізде альфа бөлшек деп тұр, альфа бөлшектікі ол бізде гелий атомы, яғни 2-ден 4. Егерде бізде 2 және 4 деген шығатын болса, онда ол бізде гелий екен білеміз, және де ол бізде альфа бөлшектің бөлшек екенін білуіміз керек. Келесі 5-ші есеп, бір энергетикалық күйден екінші энергетикалық күйге өткенде атомның энергиясы 9,9 көбейтілген 10-19 дәрежесі джоульға азайды. Шығарылған фотонның толқын ұзындығын анықтаңыз. Бұл өте easy есеп. Е тең болады Hc бөлінген лямбда. Осы жерден толқын ұзындық табатын болсақ, ол бізде Hc бөлінген энергия болады. Яғни бұл жерде біз формулаларды жатқа білуіміз керек. Егер формуланы білсек, барлық есебіміз өте easy шығады прям. Кеттік. Энергиямыз, то есть тұрақтымыз, 6-да 63 көбейтілген 10-34, 3 көбейтілген 10-8 бөлінген энергия бізде 9,9 көбейтілген 10-19 дәрежесі джоуль. Енді осыны шығаратын болсақ, ол бізде 2 көбейтілген 10-7 дәрежесі метр деген жауап шыға салады. Ал ол бізде В жауабына сәйкес келеді. Яғни осында өте оңай есеп. Келесі, 6-шы есебіміз 238 және 92 уранның радиоактивті ыдырау нәтижесінде тұрақты, яғни ПБ деген қорғасын ядросы пайда болу керек. Осы процесс барысында жүретін альфа және бета ыдырауларын олардың мөлшерімен сәйкестендіріңіз. Бұл бізде осы 4-ші есепке ұқсас есеп, бірақ кішкене күрделі. Яғни бұл жерде біз реакцияны өзіміз құруымыз керек. Енді бізде былай болады. Мынау уран болады, уран, оның зарядтық шамасы 92, массалық мәні 238 болады. Одан кейін ол ыдырайды. Яғни ыдырау нәтижесінде бізде қорғасын пайда болады. Яғни қорғасындікі 82, мынаяқта 206 болады. Осы кезде ол қандай да бір альфа және де қандай да бір беттаға ыдырайды, бірақ осының алдында қандай коэффициенттер бар. Яғни ол бірнеше рет альфаға ыдырайды, бірнеше рет беттаға ыдырайды деген сөз. Сол кезде бізге нені табу керек? Оның осы қанша бетта, яғни қанша рет беттаға, қанша рет альфаға ыдырауын табуымыз керек. Енді бізде альфа бөлшек дегеніміз айттық гелий атомы, яғни оның заряды 2-ге, массасы 4-ге тең деді. Ал беттамыз ол бізде қайтсақ екен, электронға ұқсас, электрон секілді, яғни ол беттамыздікі -1 және 0 болады. Яғни былайша айтқанда электрон деп алсақ та болады. Енді біз бірінші альфаны қарастырайық. Альфаны қарастыратын болсақ, ол біз бірінші массалық санына қараймыз. Өйткені қарайтын болсақ, бізде беттамыз бәрібірде мына жағы 0, мына жақ -1 болады да, альфаныкі 2 мен 4 болады. Енді
беттаның массалық мәні бәрібір 0, ол еш нәрсе өзгертпейді бәрібір ше. Сол себепті біз бірінші нені альфа бөлшекті қарастырамыз, өйткені массаға әсер ететін тек қана альфа бөлшек. Енді оны табу үшін мен 238-ден 206-ны азайтамын, яғни мына жақтан маған қанша жетпей тұрғанын табу үшін мен бірінші 238-ден 206-ны азайтып тастаймын. Осы кезде менде 32 деген сан шығады, яғни маған мына теңдеуімнің оң жағында 32 массалық сан жетіспей тұр. Оны табу үшін мен не істеймін? Альфаның осындай қаншау керек екенін табу үшін мен 32-ні бөлемін 4-ке. Яғни 4-ке бөлетін болса, менде қанша альфа ыдырау болатынын табамын. 32-ні 4-ке бөлсе, менде 8 болады. Яғни менде 8 альфа ыдырау орын алған. Дұрыс па? Сонда теңдеуін қайттан жазамын. 238, 92, уран, ыдырайды П қорғасын, 82, 206, қосамын. Альфа ыдырау, яғни гелий деп жаза берейін, 2-ден 4. Мен оны қаншаға көбейтемін, мына нені 8-ге көбейтемін. Яғни ол 8 рет ыдырайды. 8 рет ыдырайды деген сөзіміз 8-ді 4-ке көбейтсем 32, 32-ні 206-ға қосатын болсам 238 болады. Яғни біздің массалық санымыз уже шығып тұр деген сөз. Енді маған беттан табу керек. Мына жерде менде массалық сан 0, мына жақта минус 1. Енді мен білем, что альфа 8 рет ыдырайды, яғни 8 рет орын алады альфа ыдырау. 8 рет орын алатын болса, онда менде мына жердегі заряд шамасын теңестіруім керек енді. Енді бірақ та мен заряд шамасын теңестірген кезде мен беттан алмаймын деп айта алмаймын, өйткені бетта минус 1, яғни ол не істеп тұр? Азайтып тұр. Яғни мына жақтағы барлық қосылған зарядтың қандай да бір мәнге ол азайтып отырады деген сөз. Енді бірінші менде мына жақта 92, 92 тең болады 82 қосылған. Енді қараймыз, менде заряд, гелий заряды, то есть альфа бізде 8 рет ыдырады, яғни оның зарядын мен 2-ке көбейтемін, альфа ыдыраудың. Яғни 8-ді 2-ке көбейтемін. Және де оған қосамын, мына жақта қандай да бір бетта ыдырау, қандай да количество бетта ыдырау, мен оны білмеймін ән деген. Енді 92, енді табатын болсам, 92-ден 82-ні азайтамын. Так, менде қанша болады? Либо мына жерден 1-ден қалай жасақ екен? Ладно, 92-ден 82-ні азайтам, одан 16-ны. Бұл жерде менде 10, онан 16-ны азайтатын болса, минус 6. Минус 6 не істеп тұр? Мына жақта жетпей қалып тұр деген сөз. Мен сіздерге оны қалай түсіндірсем болады. Мысалы айталық, мына жерде мен гелий атомын былай істейін. 8-ді мен мына жерге көбейтіп жіберейін, 4 деген жерге. Сол кезде сіздерге түсіндірек болады. Так, 8-ді мен мына жақта 2-ке көбейтсем 16 болады, мына жақта 2-ке көбейтсем 32 болады. Яғни мыналардың 0-ге 32-ні қосам, 206-ға қосам, үшеуін бір-біріне қосатын болсам 238 шығады. Бірақ мен 82-ге 16-ны қосатын болсам, менде қанша болады? 98 болады. Мына жерде 98 болып кетті. Яғни не істеді? Менің уранымның заряд шамасынан артып кетті. Сол себепті біз бетта ыдыратамыз. Бетта болу үшін біз оны минус 1-ді азайтамыз. Енді маған 98-ден 92-ге бару үшін маған қанша бетта ыдырау керек? 6 бетта ыдырау керек деген сөз. Яғни мен оны 6 рет ыдырататын болсам, мен оны 98-ден 6-ны минус 1-ге көбейтем, минус 6 болады. 98-ден 6-ны азайтам, сонда менде 92 болады. Яғни не істеді? Екі жағы теңесті деген сөз. Түсіндіре алдым деп ойлаймын. Ал енді 6 рет ыдырады, бірақ 6-ны 0-ге көбейткен кезде ол бәрібір 0 болады, яғни массасына әсер етпейді деген сөз. Сол кезде бізде мына жерде мына 8 рет ыдырайды. Гелий атомын мен қайтадан өзінің орнына жазайын. Так. Мына жақта бізде 2 заряд шамасы, мына жақта бізде 4. Яғни мына 8-ді мына коэффициентті 4-ке көбейтсем менде 32, оны 0-ге қосам, 206-ға қосам, 238 шығады. Енді 92 мына жақта 92 болғаннан кейін екінші жақта да, яғни 10 жағымызда 92 болу керек. 8 2-ке көбейтем 16, 16-ға 82-ні қосам, 98 болды. И 98-ден мен 6-ны азайтам, яғни 6-ны минус 1-ге көбейтем, оны жаңағы біздің заряд шамамыздан азайтамыз. Сол кезде бізде қайтадан 92 деген шығады екен. Яғни альфа ыдыраулардың саны бізде 8-ге тең, ал бетта ыдыраулардың саны 6-ға тең екен.
Келесі 7-ші тип радиоактивті кобальттың массасы 100 грамм. Егер кобальттың жартылай ыдырау периоды 72 тәулік болса, онда 144 тәулік ішінде оның ыдырамай қалған массасы дейді. Яғни біздің денеміз, яғни қандай да бір кобальт берілген, ол жаңағы өзінің ыдырау периоды бар. Қандай да бір уақытта оның молекулалары ыдырап кетеді. Енді бізде екі жолы бар. Бірінші жолы формуласы шығару, екінші жолы формуламен шығару. Мен сіздерге бірінші формуласы шығарып көрсетейін, өйткені ол солай түсініктірек болады сіздерге. Яғни бізде бастапқыда 100 грамм кобальт бар. 100 грамм кобальт бар. Жартылай ыдырау периоды 72 тәулік дегеніміз, яғни ол 72 тәуліктен кейін осы бар біздің кобальтымыздың жартысы ыдырап кетеді деген сөз. Яғни 72 тәулік мысалы өтті делік. 72 тәуліктен кейін оның 50 граммы ыдырап кетеді. Мына жақ ыдыраған бөлік болсын. Ыдырағаны, мына жақта ыдырамай қалғаны. Ыдырамай қалғаны. Яғни 72 тәуліктен кейін оның 50 граммы ыдырап кетеді, қалған 50 граммы орында қалады деген сөз. Ал бізге айтады 144 тәулік ішінде оның ыдырамай қалған бөлігі десе, яғни бізге 72 тәуліктен нешеу керек? Екеу керек деген сөз. Яғни ол 2 рет ыдырау керек. Бірінші рет ыдыраған кезде 72 тәуліктен кейін ол 50 граммы ыдырайды, одан кейін келесі 72 тәулікте оның 25 грамм ыдырайды. Яғни бізде қалған, ыдырамай қалған 50 грамм еді, оның 25 грамм ыдырайды, 25 граммы не істейді? Қалады деген сөз. Яғни мынау бастапқы 72 тәулікте, мынау екінші, яғни 72 тәулік өтті, одан кейін тағы да 72 тәулік өткен екен, оның қалған ыдырамай қалған бөлігінің 25 грамм ыдырайды, ол бізде келесі 72 тәулікте. Сонда бізде общий қосқанда 144 тәулік. Енді бізге осы 144 тәулік ішінде оның ыдыраған бөлігі қанша болады? 75 грамм болады, ал ыдырамай қалған бөлігі 25 грамм болады. Яғни ол бізде В жауабы. Енді келесі ол бізде дайын формуламыз бар. М тең болады М0 көбейтілген 2-нің минусты бөлінген Т дәреже. Минусты бөлінген Т. Яғни бұл бізде дәреже, 2-нің дәрежесінде тұр. Т деген ол бізде жаңағы жалпы берілген бізге уақыт. Ал жаңағы үлкен Т деп тұрғанымыз бұл бізде период. Жартылай ыдырау периоды. Енді осы формулаға салайық. Мына жерде енді тоже айта кететін жайт, М дегеніміз ол бізде қалған масса. Ыдырамай қалған массаны береді. М0 деген бастапқы массаны береді. Бастапқы массаны. Так, қалған масса симайды екен, мынау бастапқы масса. Түсінікті деп ойлаймын негізі. Енді осы формулаға салсақ, М тең болады бастапқы массам 100-ге тең, көбейтем оны 2-ге, менің нем жаңағы берілген уақытым 140 тәулік, ал жартылай ыдырау периоды 72. Сонда М тең болады 100 көбейтілген 2-нің минус 2 дәрежесі. Минус 2 дәреже дегеніміз 100 көбейтілген 0,25, ол бізде болады 25 грамм. Ол міне В жауап. Яғни екі түрлі жол, бірақ та бізге бір жауапты береді. Өздеріңізге қай жол ыңғайлы, сонымен шығара бересіздер, бірақ та екі жолды да білген дұрыс. Кейде мысалы формуланы ұмытып қалсаңыздар, бірінші жолмен шығарасыздар, бірінші жолдыға сенбей жатсаңыздар, формуламен тексеріп ала саласыздар. Келесі, егер берилий изотопы ядросы үшін байланыс энергиясы 56-да 4, яғни берилий үшін 56-да 4 электровольт болады екен, мегаэлектровольт. Литий изотопы үшін 39,2 мегаэлектровольт, және дейтерий ядросы үшін 2,2 мегаэлектровольт болса, мынадай реакция кезінде бөлініп шығатын энергия қандай болады? Яғни бізде дейтерий деген ол бізде сутегінің тұрақты бір изотопы, ол дейтерий деп аталады. Яғни білмей қалып жүрмеңіздер, мысалы дейтерийді мынау нейтрон деп алып қойып, тағы шатасып, қате шығарып қоймаңыздар. Енді мен мына жердегі энергияны табу үшін бұл жерде де бәрі де солай. Бізде жаңағы сол жақ пен оң жақтағы реакцияларымыздың массалық саны, зарядтық саны бір-біріне тең болу керек болса, олардың энергиялары да дәл солай бір-біріне тең болу керек. Яғни 39,2 қосылған 2,2, мынау біздің сол жағымыздағы өрнек, ол тең болу керек 56,4 қосылған мынау
n деп алайық, иә, осы нейтронның энергиясын қосқанға тең болу керек. Енді мен мынаны қосып мынадан азайтатын болсам, қанша шығады? Менде минус 15 дегенмен шығады. 2,2 азайтам 56,4 минус 15. Яғни менде мынау нейтронның керісінше минус 15 мега электровольт болады. Неге? Өйткені олар бір-бірімен теңесу керек. Яғни ол не істеп жатыр? Энергия бөлініп шығатын. Яғни энергия бөлініп шығатын болса, ол әрдайым бізде минусқа тең болады. Бірақ та негізіндегі энергиясы, оны біз А деп ала береміз, яғни модулін алып отырмыз. Келесі 9-шы. Бұл жерде постулат сұралған, яғни Бор постулаттары мен тұжырымдамаларын сәйкестендіріңіз дейді. Кеттік. Бірінші постулат бізде атомда электрондар қозғалатын стационар орбиталар болады дейді. Стационар орбитадағы электрон сәуле шығармайды. Яғни бізде осы Б жауабымыз сәйкес келеді. Негізі атомда электрондар қозғалатын стационар орбиталар болады. Бірақ та бізде бірінші постулатта не деп айтылады? Біздегі егерде электронымыз, мысалы, ядро болсын, стационар күйде болған кезде дейді, мысалы, бір стационар күйде тұрса, мына жерде мысалы екінші стационар күйде тұрса, ол ешқандай сәуле шығармайды. Ол тек бірінші стационар күйден екінші стационар күйге өтетін болса, яғни басқа стационар күйлерге өтетін болса ғана ол энергия шығарады немесе жұтады. Бірақ та именно бізде бірінші постулатта стационар орбитадағы электрон сәуле шығармайды деп айтады. Ал екінші постулат осы егер де стационар орбита өзгергенде энергия кванты жұтылады, не шығарылады. Яғни ол айтып отырғаны осы біріншіден екіншіге немесе екіншіден біріншіге өтетін болса, онда ол кезде уже энергия жұтады немесе шығарады деп айтады екен. Бұл бізде теориялық сұрақ ұбт-да келіп қалуы мүмкін. Сол үшін мен бұны осы топ 10 есепке қостым. Келесі 10-шы. Бериллий ядросының байланыс энергиясын табуымыз керек. Енді байланыс энергиясының формуласы бізде дельта М С квадрат. Дельта М деп отырғанымыз масса қауы. Енді бұл жерде формула қандай болады? Дельта М-ді ашуымыз керек. Энергиямыз тең болады. Дельта М-ді ашатын болсақ, ол біз Z, яғни Z дегеніміз ол бізде протон саны. Мен оны қазір тақлид жазам. Оны көбейтеміз масса протонға. Қосамыз А азайтылған Z деп айтамыз. А азайтылған Z деп отырғанымыз нейтрон саны. Оны көбейтеміз масса нейтронға. Жақсы. Азайтам одан жалпы массаны. Негізгі ядроның массасын. И осыны біз С квадратқа көбейтуіміз керек. Так, мен жерге жазып кетейін. Z дегеніміз бізде протон саны. А дегеніміз масса саны. И бізде Z, жоқ, Z емес, А минус Z. Так. Келесі бізде А минус Z. А минус Z деп отырғанымыз ол бізде нейтрон саны. Нейтрон саны. Енді мен оны элементте көрсететін болсам, бізде протон саны астында тұрады, массалық саны үстінде тұрады. А, Z, осылай тұрады. Біздің жағдайымызда ол бізде бериллий. Бериллийдікін массалық, то есть протон саны 4-ке, массалық саны 7-ге тең болып тұр. Енді формулаға саламыз. Бізде Z-тің мәні, міне, көріп тұрғанымыздай 4-ке тең. 4. Протонның несі? Протон, міне, айттым ғой мен бағана. Протон ол 1-де-1, яғни ол сутектің несіне де келуі мүмкін. Сол себепті біз оны осы жаққа қоямыз. Масса протондікі 1 бүтін, осы мән жазамыз. Өте ұзақ мән, 83. Дальше, осыған қосамыз А минус Z. А минус Z дейміз, 7-тен 4 азайтамыз, ол бізде 3-ке тең болады. Осыны масса нейтронға көбейтеміз, яғни 1 бүтін 0,0866. Енді осыдан азайтамыз біздің бериллийдің негізгі массасын. 7,0145,7. Енді осыны есептеп аламыз шақшаның ішіндегі сан. Одан кейін осында С квадратқа, немесе С квадратымыз 931,5 мега электровольтқа тең дейді. Енді осыны есептейтін болсақ, бізде 39,802 мега электровольт деген жауап шығады екен. Ол бізде Д жауабы.
Жалпы осымен біздің топ 10 есепке арналған 20 бөлімнен тұратын видео сабақтарымыз аяқталды. Сіздерге алдағы наурыз ұбт-да сәттілік тілеймін. Жалпы біздің осымен ұзаққа созылған, жарты жылдан аса уақытқа созылған эстафетамыз аяқталды. Барлықтарыңызға сәттілік тілеймін. Қош сау болыңыздар.